Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Құрметті бауырлар, шәкірттер, көрермендер. Алла қаласа бүгінгі осы дәрістен бастап, осы видеодан бастап, жаңағы Мәбдәл қырағаттың бірінші дәрісінен бастап, анау түсіндіреміз деп уәде берген сабақтарымызды жасап бастаймыз. Иншалла, өткенде айттық қой, жаңағы Қытайдан бір нәрсе заказ қылдық деп та. Мынандай петличка микрофон заказ қылдық Қытайдан. Бұл нәрсені әдейі заказ қылған себебіміз жаңағы соткаға қосып қойып, сотка арқылы түсіруге болады деген сияқты ғой. Енді андай үлкен полупрофессиональный нелерді алу ол қазірше бізге қажет жоқ. Оның үстіне оған қазірше оған жағдайда жоқ. Ол өйткені қаншалық қымбат нәрсе ол бәріміз білеміз ғой. Жақсы, бүгінгі иншалла осы бүгінгі бірінші дәріс бұл видео сабақ, видео дәрістер. Бұны сіздерге ашықтап түсіндірсем, бұл сабақтардың мақсаты, себебіміз бұны істеген Мәбдәл қырағат дәрістерінен бірінші сабақтан бастап, анау грамматикаға қатысы бар нәрселер бар ғой. Қашан хәда қолданады, қашан хәдихи қолданылады, неге фатха келіп тұр, неге кәсіра келіп тұр деген сияқты, неге дамма, сол сияқты нәрселерді түсіндіріп, қысқа-қысқа түсіндіріп өтеміз деп осыны істеп жатырмын. Иншалла, баршаңызға пайдалы болады деп ойлаймын. Пайдалы болса, иншалла, жаңағындай осыны қайта-қайта көріп, үйреніп жүріңіздер. Алла Тағала баршаңызға осы білім жолында жеңілдік берсін, арабшаны үйренуді нәсіп етсін. Сіздер қандай бірдеңені Мәбдәл қырағат дәрісіне түсінбей қалсаңыздар, оған қынжылмаңыздар. Жаңағы көңіл күй түсіріп, настроение түсіріп керегі жоқ, былай айтқанда. Оны осындай кішігірім сабақтар жасап, иншалла, түсіндіріп кетеміз алдағы уақытта. Сондықтан бақылап жүріңіздер, иншалла, осындай сабақтарды дұрыстап қарап түсініп аларсыздар. Иншалла, бүгінгі түсіндіретін жаңағы қысқаша тақырыпшамыз қашан хәда қолданылады, қашан хәдихи қолданылады. Өткенде қысқаша айтып кеттім ғой, тәмәррута қолданса хәдихи болады, тәмәррута жоқ болса хәда болады деп та. Енді ол қысқаша айтқан ғой. Қазір сәл шамам келгенше ашықтап түсіндіруге тырысамын, иншалла. Вабиллахи тауфиқ. Бауырлар, нақты хәда деген сөз бар. Сосын хәдихи бар, хәдихи бар. Бөліп қойсақ. Мағынасы бұл деген сөз ғой. Бұл кітап, немесе мына кітап деген сияқты ғой. Бұл кітап, немесе мына кітап, мына ручка, мына қалам, бұл қалам деген сияқты. Бұл мынау деген кете береді енді. Мысалы, хәда дегенде, бұл өте оңайы. Хәда, бұл жаңағындай, мынандай сөздер қолданылады. Китабун, қаламун. Әрі қарай. Соңында тәмәррута соңында болмаса. Бірақ та араб тілінде тәмәррута болмаса да, женский родқа әйел тегіне жататын жаңағындай нелер бар, сөздер бар, шәмсон деген сияқты да. Олардың тәмәррута жоқ соңында. Бірақ та женский род деп аталады. Енді ол слова исключение дейді ғой, сондай сөздер ғой, олар өте көп емес, ол сөздер жаттап алсаңыздар да болады. Санаулы ғана сөздер олар. Бұл жерде бір айтып кететін нәрсе, соңында тәмәррута болмаса, хәда қолданылады дедім ғой, бірақ та тәмәррута болмаса, және де сөз жекеше формада болса. Кітап деген бір кітап қой, қалам деген бір қалам. Қаламдар, кітаптар деген кезде ол хәдеге кетіп қалады, оны қазір түсіндірем неге екенін. Бірінші түсінікті хәда деген қолданыла береді осылай. Жаңағыдай тәмәррута соңында болмаса. Ал енді екінші хәдихи деген сөз, бұл деген ең бірінші оңай формасы, бұны түсіну соңында тәмәррута болса, осы қолданады. Мысалға, миқламатун. Біздер өткен сөздерден. Миқламатун деген мағынасы нейді? Қаламсалғыш, Бұны егер естеріңізге түспеген болса, қайталап көріңіздер, өйткені бұрынғы сабақтың сөздерін дұрыс жаттамасаңыздар, келесі сабақтың кірген кезде пайда өте аз болады. Сондықтан жаттап жүріңіздер. Миқламатун. Мынау соңында тәмәррута болды ма, хәдихи қолданылады. Ол қатып қалған формула ғой. Тәмәррута болды ма, хәдихи қолданасыз ғой. Енді кейбір кездерде олай болмайды. Мысалға да, оның өзі өте аз да. Жандай жоқтың қасы ғой, жоқтың қасы. Бірақ тәмәррута
келді, хәдихи болады. Осын жаттап алыңыздар. Бұл осындай ереже. Екінші, тәмәрбута болмаса да жансыз заттың көпше түрі, жансыз заттардың көпше түрі айтылса, сол кезде бұл мынандай заттар деп айтқыңыз келсе, ол кезде хәдихи қолданасыз тағы да. Мысалға, бұл кітаптар, бұл қаламдар, бұл тақталар, бұл парақтар, бұл мысалға қалың дәптерлер деген сияқты да, бұл есіктер, бұл терезелер, енді жансыз зат қой, жалпы жансыз заттың көпше түрі айтылған кезде хәдихи қолданылады. Мысалға, хәдихи кутубун. Кутубун. Хәдихи ақламун. Хәдихи ақламун. Ары қарай хәдихи мысалы әбуабун, хәдихи жаңағыдай карарисун деген сияқты кете береді. Осылай. Хәда жансыз заттың көпше түрінде айтылады, және де соңында тәмәрбута болса айтылады, ал хәдихи екен ғой. Хәдихи тәмәрбута болса айтылады, және де жансыз заттың көпше түрінде айтылады. Хәда болса жаңағыдай соңында тәмәрбута жоқ сөздерге айтылады. Сосын мына жерде хәдихи деген мысалға шамс деген бар. Шамсун. Шамсун. Сосын нафсун деген сөздер бар. Бұлар енді хәдихи, шамсун, хәдихи, нафсун деп қолданады. Алла Тағала Құран кәрімде я айятухан нафсул мутмаинна деп айтады ғой. Жаңағы неде Фәжр сүресінің соңғы аяттарында сол кезде я айятухан нафс, ол жерде женский родта сөйлеп тұр да, неге? Жаңағы нафс деген сөзге. Сондықтан тәмәрбута болмаса да бұл жерде хәдихи қолданылады. Осындай слабо исключениелер бар. Санаулы ғана сөздерге хәдихи қолданасыз. Соңында тәмәрбута бар сөзге хәдихи қолданасыз. Соңында тәмәрбута болмаса да жансыз заттың көпше түрі айтылған кезде хәдихи қолданасыз. Қалған кездерде хәданы қолданасыз, иншалла. Осы қысқаша түсінікті болды деп ойлаймын, ешқандай несі жоқ, түсініксіз болса сұрайсыздар, иншалла. Бірақ түсінікті болды деп ойлаймын. Алла Тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Уа ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.